Кешіріңізші, қазір жұтып аламын, кешіріңізші. Ей, не істедің lan? Кешіріңізші, әдейі істеген жоқпын ғой. Көзіңе қарамайсың ба? Әкеңіз, қазір жуып әкеп беремін. Өтінемін, ұрыспаңызшы. Кетпейді мынау. Мына көйлектің шалбардың қанша тұратынын білесің бе? 100 мың теңге тұрады, 100 мың теңге тұрады. Жұмысым жоқ. Төлейсің ақшасын. Болмаса бастығын шақыр. Өзімнің айлығым 50 мың теңге. Қаласаңыз бір аптадан кейін айлығым түседі. Қайдағы апта? Жұмысым жоқ. Қазір төлейсің. Тап қазір төлейсің. Sütünün бәрін бұлғап. Осындай ебедейсіз, қол тесік қыздар қайықта болады осылар. Інім, қарындасым әдейі істемеген болар. Қызметші болып қыздар бар болғаннан істемейді ғой. Кешірімді болайық. Қойшы, братан, сенің үстіңе төгілген жоқ қой? Өзінше бір мейірімді бола қалды ғой. Жарайды. Қанша тұрады дедің? 100 мың теңге. 100 мың берсем, көйлектің ақшасынан құтыламыз ғой, Иә, құтыласың. Мә ал, інім. Мен сені осы көйлекті сатып алайын. Берсіз бе? Келістік. Жарайды онда. Дос балам үйім жатыр. Етірек бар магазинге көйлек алып, көйлегісіне қатысуым керек. Інім. Қайда бара жатсың? Қайда барғаны қалай? Көйлек сатып алуым керек. Түсінікті. Бірақ мен затымды қалдырмайсың ба? Қалай зат? Көйлек? Көйлек? Мен сені сатып алған жоқпын ба? Сонда мен қазір шешіп беруім керек па? Әрине. Мен сонда жалаңаш кетем ба? Шаруам жоқ. Киім бар ма жоқ па? Әлде қызметшілерін сұрап аласың ба? Зат менікі. Менің уақытым жоқ. Бері қараш. Мен сенің көйлегімді сатып алдым, солай ма? Иә. Уәделестік, Иә. Мен неге майдаланып тұрсың? Әлде көмек керек пе? Жоқ. Жарайды.